Жастар кез келген қоғамның болашағы мен қозғаушы күші. Шымкент еліміздің 3-ші мегаполисі және жастардың қаласы. Қаламызда жастардың игілігі үшін жастар ресурстық орталығы 5 бағыт бойынша жұмыс атқарады. Олар: жастарға қызмет көрсету, талантты жастарды қолдау, коворкинг орталығы, шағын кітапхана және психологиялық кеңес беру бағыты. 2023 жылы орталықтың ұйымдастыруымен 2547 іс-шара өтіп, 360 мыңға жуық жас қамтылды. Атап айтқанда, жастарды жұмысқа ынталандыру мен мемлекеттік бағдарламаларда насихаттау мақсатында болашаққа қадам, жастарға кәсіби бағыт-бағдар беру мен белгілі мамандықтың түрін меңгеруге бейімдеу, кәсіпкер күнделігі, жастарды өз кәсібін ашуға ынталандыру, жастардан жастарға ақпараттық керуен, шағын несие алу шарттарын түсіндіру, 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба және тұрғын үй мен қамту бойынша жастарға түсіндірме жұмыстары өткізілді. Ал мобильді топ қалаға жаңадан қосылған шалғай елді мекендердің жастарына ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Талантты жастарды қолдау аясында 4 кезеңнен тұратын жайдарман ойындар өткізіліп, қала чемпионы анықталды. Жастарды шығармашылыққа тәрбиелеу, ұлттық салт-дәстүрді дәріптейтін бозбала мен бойжеткен байқауы ұйымдастырылды. Ал Шымкент фест жобасы жастардың жаз мезгіліндегі бос уақытын тиімді өткізу. Шымкент Номад фильм фест фестивалі кино индустрия саласында дарынды жастардың шығармашылығына қолдау көрсетуге бағытталып жүзеге асырылды. Нашақорлықтың зияндығын насихаттау, лудоманияның алдын алу және отбасы құндылықтарына бағытталған Бақыт кілті атты толық метражды фильм түсіріліп, көрерменге ұсынылды. IQ жастар интеллектуалды ойыны республикалық жазба ақындардың арасында, күміс қалам және жас айтыскер ақындардың арасында дәстүрлі өнерді дәріптеу мақсатында күміс домбыра байқауы ұйымдастырылды. Құқықтық мәдениетті қалыптастыру, қаржылық, заңгерлік сауаттылық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған Түнгірей қауіпсіз қала профилактикалық іс-шарасы мен қорғау қызметкерлерінің қатысуымен оқу орындарында қаржы пирамидалары, интернет алаяқтарынан сақталу бойынша кездесулер өтті. Денсаулық сақтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру мен бұқаралық спортқа баулу мақсатында "Мен донормын, өз жетіс статусыңды біл" науқаны өткізілді. Сондай-ақ спорттың шахмат, волейбол, футбол және баскетбол түрлері бойынша қаламыздың барлық мектептерін қамтыған Шымкент жастар лигасы ұйымдастырылып, базар жастарына арналған дүйсенбілік футбол, қыздар арасында волейбол, ұлдар арасында кіші футбол жарысы ұйымдастырылып, чемпиондар анықталды. Жастардың әскери патриоттық рухын қалыптастыру мақсатында жас жауынгер жазғы лагері "Отаныма қызмет етемін, отанды қорғау қастерлі міндет" атты әскери патриоттық сайыс ұйымдастырылды. Психопрофилактикалық жұмыстар атқару барысында келеңсіз жағдайға тап болған жастарға психологиялық қолдау мен жеке қабылдау ұйымдастырылып, жастарға көмек көрсетілді. Волонтерлардың мәртебесін көтеру мен экологиялық мәдениетті қалыптастыру мақсатында "Таза лайк, жанашыр бол, біргеміз таза әлем, таза Шымкент" акциялары ұйымдастырылып, тазалық жұмыстары жүргізілді. Жұмадағы жақсылық акциясы аясында қайырымдылық шаралары өткізіліп, волонтерлік ұйымдардың көшбасшыларына арналған жазғы мектебі өтті. Сонымен қатар орталықтың жылды қорытындылайтын жобасы түрлі сала бойынша үздіктерді анықтау мақсатында жыл көшбасшылары премиясы ұйымдастырылады.